жаттығуды бәріміз орындадық па, балалар? Иә. Оқи ғой. Жақсы, әрі қарай жалғастыр. Шыңғыс. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бұл сөздер қандай сөздер балалар? Жетістік. Жарайсы. Жетістік дегеніміз не? Кәнеке, кім айтады? Тақауи айтады, жетістік дегеніміз не? Жетістік қимылын. Кім достап айтып береді? Шыңғыс айта қойшы. Жетістік дегеніміз қимыл іс-әрекетті. Қимыл іс-әрекетті білдіретін сөз табын біз жетістік дейміз. Оның сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Жарайсың. Енді балалар зат есім дегеніміз не? Кәнеке, кім айтады? Зат есім дегеніміз не деді? Зат есім дегеніміз, зат есім ол кім, кімдер, не деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, жақсы. Толық кім айтып береді? Айсыз айта ғой. зат есім заттың атын білдіреді, және де кім, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Дұрыс айтасыңдар. Сын есім дегеніміз не? Сын есім перизат айта ғой. Заттың сынын, сапасын, түрін білдіретін сөздерін сын есім дейміз. Сын есімге қай сұрақтары қойылады? Жақсы, жарайсың. Сан есім дегеніміз не? Кәнеке, сан есім. Сен айта ғой. Сан есім нешінші, қанша деген сұрақтарға жауап береді. Кім толықтырады? Толықтыра ғой. Сан есім заттың санын білдіреді. Сан есім заттың санын білдіреді. Жақсы, жарайсың. Өте тамаша балалар. Енді бүгін әрі қарай жалпы осы барлығын не дейміз біздер? Сөз таптары. Әрі қарай осы сөз таптары туралы білетінімізді жалғастырамыз балалар. Сонда бүгінгі біздің сабағымыз жетістік туралы білетінімді еске түсіремін. Жазып қояйық бәріміз жетістік туралы. Жетістік туралы сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жарайсыздар балалар. Енді балалар әрі қарай тақта қараймыз. Қазір мен сіздерге ұяшықтарды таңдау арқылы балалар сіздер жұмыс жасайсыздар. Яғни кәнеке, ұяшықтарға қараймыз. Неше? Үшінші ұяшықты таңдаймыз. Кәнеке? Құрманғазы Сағырбаев. Құрманғазы Сағырбаев туралы кім айтады? Кәнеке? Тағы айтасыңдар. Әбубәкір айта қойшы. Құрманғазы Сағырбаев ол ұлы күйші. Және ол біздің ұлы тұлғаларымыздың бірі. Ол жақсы, жарайды, кім жалғастырады? Дәлия жалғастыра ғой. жылы 20 жылы қайтқан. Жақсы. Ұлы күйші, солай ма? Жақсы, кейін қайсы ұяшықта? Бауыржан онушы туралы кім айтады? Баян айта ғой. Бауыржан онушы Шуламаймыз балалар. ол ұлы отан соғысына қатысқан. Ұлы отан соғысына қатысқан жақсы. Жалғастыр қайсы? Ол мұғалім болып жұмыс істеді. Дұрыс айтасыз. Алып мектепте мұғалім болып жұмыс жасаған. Ол әскерлердің шетелдерінен қорғау үшін жұртымен шыға орманға барып, сол жолмен адамдардың менің атымнан жүрін деген. Снарядтар көмілген, яғни алаңнан өзінің әскерлерін істеді, қолын алып, аман есен алып шығады. Ол кім болған әскерде, соғыста, ұлы отан соғысында? Ол ұстаз болып соғысқа майданып, ол ел жүрек намысы. Данай айта ғой, Қажымұқан Мұханбетов туралы. Қажымұқан Мұханбетов әлемге танымал палуан. Ол тұңғыш палуаны болған. Қазақстанның тұңғыш палуаны болған. Жақсы, Азиз айта ғой.
Ол 52 мемлекетте кезге шығып, оның 42 медалін алған. Өте тамаша, жарайсыңдар, жақсы. Құралай қосаңыздар. Қажымхан Мамайтбасұлы 1806 жылы туған, 1874 жылы дүниеден қайтқан. Өте жақсы, тамаша. Жарайсыздар. Енді бізде соңғы ұяшық қалды балалар. Ол болады айта ғой. Күйші, жақсы. Дұрыстан. 1863 жылы туып, 1955 жылы дүниеден кетіп қайтты. Жақсы. Әйгерім. Дина Нұрпейісова домбырашы. Шәкірті болған, Біз қандай бөлім өтіп жатырмыз сонда? Өшпейді, мәңгі сақталады. Жақсының аты өшпейді деп қазақ халқы айтқан. Осы сабағымызды қорытындылау мақсатында мен сіздерге неге ойын алып келдім. Қазір сол ойынымызды бастаймыз, балалар. Бәріміз мұқият тақтаға қарап отырамыз. Өйткені сіздер ұпай жинайсыздар, балалар. Бәріміз тақтаға қарап отырамыз. Бірінші сұрақ, балалар. Кәне, дайымыз бар. Заттың іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Кәне, етістік туралы кім айтады? Айару айта ғой, етістік дегеніміз не? Заттың қимылын іс-әрекетін білдіреді. Етістікке қандай сұрақ қойылады? Айта ғой. Не істеді, не қылды, Қандай етістік, балалар? туынды. Алиса, туынды етістік дегеніміз не? Айта ғой. Туынды дегеніміз сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын етістік. Қандай сөзге? Түбі сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Ойла, қандай? Түбі қандай сөз? Ла жұрнақ, дұрыс айтасың. Өте тамаша. Қайнен аламыз? Енді сіздерге болыс келіңіздер, балалар. Қайсысын аламыз деп? Ал қарай, оны таңдаймыз. Қайсысын? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші қайсысын таңдайсыздар? Абай біріншісі. Сонда күрделі қалай жасалады? Кәне ережесі қалай жүреді? Кім айта ғой? Күрделі етістік дегеніміз екі немесе бірнеше сөздерден тұратын етістік. Дұрыс айтасың. Өте тамаша. Енді бесінші сұраққа дайындаламыз. Дара етістік неше сөзден тұрады? Дара етістік дегенімізде кім айтып жібереді? Дара етістік дегенімізде айта ғой. Дара етістік дегеніміз бір сөзден немесе одан Бір ғана сөзден тұрады. Жақсы, отыра ғой. Енді алтыншы сұраққа дайындаламыз. Етістіктің қай сөйлем мүшесі қызмет атқарады? Өте дұрыс екен. Қанша ұпай жинадыңдар? Қарайық, балалар. 892. Өте жақсы. Бонус беріп жатыр, балалар сіздерге. Ал таңдаймыз қазір. Айқайламаймыз тегі. Жарай ма, балалар? Кәне, қайсыз? Тағы да 210 жинадыңыздар, балалар. Жарай. Кім тағы? Ал айта қойшы. Сен, айтайын. Болымсыз етістік дегеніміз істің асу аспауын білдіретін жоқ. Дұрыс айтшы, шыңғыс. Іс-әрекеттің жүзеге аспауын білдіретін сөз табы болымсыз етістік дейміз. Жақсы, отыра ғой. Қандай жұрнақтар ұпай жинадыңдар, жақсы. 9-шы сұраққа дайындаламыз. Етістіктің тұлғасына қарай неше етістік тұлғасына қарай қандай бөлінеді? Негізгі және туынды. 1479 ұпай жинадыңыздар. Жарайсыздар, балалар. Өте тамаша. Тағы бонус беріледі. Қараңыз. Ал, қандай
қайсысын таңдаймыз балалар? Енді мана біріншісі 5-ші деді ғой. Сосын жақсы. 10-шы сұрақ қазір тағы да жинап аласыздар. Заттың қимылын білдіретін төл етістік қалай аталады? Жарайды, күнделі болымды негізгі. Төл етістік қалай аталады? Болымды ма? Ал болымды дейді. Ал дұрыс па екен қарайсыз? Қайсы? Негізгі шатастыңыздар. Сонымен қанша пай жинадыңызға қарайық балалар. Өте тамаша қатыстыңыздар. 1379 пай жинадыңыздар. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі балалар, өздеріңізді бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, қолдарыңыздағы жүрекшелерге өздеріңізге сабақ ұнады ма? Немесе түсінбей қалған жерлеріңіз болса, немесе мүлдем ұнамаса, сол жүрекшеге жазып, өздеріңізді егер ұнаса, міне қызыл неге саламыз, қоржынға, бірақ түсінбеген жерлеріңіз болса, жасыл қоржынға, егер сабақ еш қалмай мүлдем ұнамаса, балалар сары қоржынға саламыз. Осы жүрекшеге сонымен қатар тілектеріңізді де жазуға болады. Жаза қойыңыздар. Сала қойыңыздар. Кел, сала бер, қайсыған саласыздар. Бірінші келісіп алыңыздар жұптарыңызбен. Жұптарыңызбен келісіп алыңыздар, қайсыған саласыздар. Екінші қатар. Барамыз. Әйгерім. Tamam. Üçüncü katlarda yani oturamız. Allah'ımız kalay oturamız var. Жарайсыздар балалар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.